Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай көтеріліп шығатын, өте дәмді іштері воздушный, толығынан пісіп шығатын қауыннан пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге дәл осындай тілімде қауын қажет болады. Қауынымызды қабығынан ажыратып аламыз. Енді дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Керекті қауынымызды алып, ыдысымызға саламыз. Және 3 жұмыртқамызды саламыз. Блендермен жақсылап езіп аламыз. Мен осындай блендер қолдандым, ал сіздер үйлеріңізде бар блендерлерді қолдана аласыздар. Жақсылап езіп алдық, ішінде ешқандай құмақтары қалған жоқ. Дәл осындай сұп-сұйық болады. Ал енді венчиктің көмегімен араластырып отырып, кішкенеден шекерімізді салып араластырып аламыз және сұйық майымызды құятын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанға дейін венчигімізбен араластырамыз. Мен осындай лимон седрасын қолдандым. Апельсиннің седрасын қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып жібердім. Разрыхлителіміздің жартысын саламыз. Унымызды кішкенеден салып, жақсылап араластырып қою қамыр дайындап аламыз. Менің уным аз болғандықтан тағы un қосып араластырдым. Толық грамдарын описанияда жазып қалдырамын, сол жерге кіріп көрсеңіздер болады. Ал біздің қамырымыз да дайын болды, дәл осындай қою қамыр болады. Енді крошка дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге дәл осылай сары май қажет болады. 2 ас қасықта шекер салып, 1 ас қасық un салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді 3 ас қасықта un салып, тағы жақсылап вилканың көмегімен араластырып, крошкелерімізді дайындап аламыз. Біздің крошкамыз дайын болды, дәл осындай болуы қажет. 20 диаметрлік формамызға фольгамызды жабыстырып алып, пісіретін листімізге қоямыз және дайын қамырымызды формамыздың ішіне құйып аламыз. Үстін бір тегіс етіп тегістеп аламыз. Және жаңағы дайындап алған крошкаларымызды бетіне сеуіп шығатын боламыз. Қызып тұрған 170 градуста 40-45 минутте пісіріп аламыз. Қарап тұрыңыздар. Ал біздің пирогымыз пісіп шықты. Ағаш шпажкамен тексеріп аламыз. Толықтай піскен. Енді ыдысымызға саламыз және әсемдік үшін бетіне сахарный пудраны сеуіп аламыз. Дәл осындай өте тамаша көтеріліп шығатын пирог болады. Мен сіздерге кесіп көрсетейін. Дәл осындай көтеріліп әдемі болып шығады және іштері воздушный болып толығынан піседі. Қазір жазда қауын тарбыздың сезоны, сондықтан да сіздерде пісіріп көріңіздер, өте керемет пирог болады. Іштері де дәл осындай пісіп шығады. Сіздерге пирог ұнаған болса, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар, және менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.